Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі бента тортын үй жағдайында дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқамыз бен құмшекерімізді жақсылап миксерлеп өткізетін боламыз. Жұмыртқамыз бен құмшекерімізді кішкене 8-10-12 минуттай миксерлейтін болсаңыздар, осындай қою аппақ көбіктей осылай болып шығады. Енді осы жұмыртқа мен құмшекердің үстіне осындай елгезерден ұнымызды, қамыр қопсытқышымыз, яғни разрыхлителімізді және де какаомызды салып алып, барлығын араластырамыз да жаңағы бисквитімізге кезекпен кезек қосып отыратын боламыз шетінен. Өйткені бәрін бірден қосып араластыратын болсаңыздар, біздің бисквитіміз түсіп кетеді. Сол себепті де шетінен кезекпен салып отырып араластырамыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Және де колокольчик белгісін басып өтсеңіздер, менің жаңадан салған видеоларым сіздерге келіп тұратын болады. Және достарыңызбен де бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей ұнымызды, какао қамыр қопсытқышымызды осылай үстін кезекпен кезек салып отырып, күрекшемізді астынан жоғарға қарай айналдыра отырып, араластырып, осында қамырымызды дайындап аламыз. Енді осы қамырымызды біз ыдысымызға салып, менде әсел пештің 4 бұрыш ыдысына салдым. Осы кезде пештеріңізді 170 градусқа қосып қойсаңыздар, ысып тұрған пешке салып аламыз. 10-12 минутқа салып аламыз да, осындай пергамент қағазын алып тастап, мен осында кесемен кестім, 11 сантиметрлік, 11-12 сантиметрмен кесіп алсаңыздар болады. Осы бір істеген немен 2 бента торты шығады, 6 штук шығады. Осындай домалақтан, екеуі кішкене шет жақтары домалақтанбай қалады. Оны қалған кождарыңызбен креммен жабыстырып жіберетін боламыз. Енді креміне біз сливки мен сгущенканы да осылай көбірек миксерлейтін болсаңыздар, осындай қою болып шығады кремдеріңіз. Бір сливки алып қойсаңыздар, сіздерге бірталай торт, жаңағындай пирог пісіргенге жететін болады. Неге енді осындай ыдысымызға салып алып, немесе қасықпен де жаға берсеңіздер болады. Бента тортымызды жинақтайтын боламыз. Неге сәл қалыңдау етіп өстіп кремін жағамыз да үстіне кождарымызды жинаймыз. Менің қызым 9-ға толып жатқан, сол қызыма арнап осылай үйден дайындай салдық тортымызды. Бір жасағаннан 2 осындай бента торттарыңыз шығады. Мінекей 2 түрлі шықты. Екеуіне сыртын креммен қаптаймыз, және де біреуіне мен сыртындағы кожын езіп сыртына жаға салдым. Екіншісіне осындай кокосовый стружки үйде бар еді, кокосовый стружки қолдандым. Үйде қандай заттарыңыз бар, сол заттармен сәндей берсеңіз де болады. Шоколадты ерітіп, үстіне құя салсаңыздар да болады. Өздеріңіздің идеяларыңызға қарай. Және бетіне мен осындай конфетти қолдандым. Кішкентай қыздың туған күні болғаннан кейін осындай көңілді болсын деп. Мінекей 2
тортымыз дайын болды. Менің қызым 9-ға толып жатыр. Сол себепті де бетіне 9 деген свеча алып, мінекей өте әдемі шықты. Негізі дайын қорапшаларда, коробкаларда сатылады. Коробкаға салсаңыздар да болады. Пісіріп, сыртынан коробкасын сатып ала салсаңыздар да әдемі болады. Жасап көріңіздер, ас болсын.